Жақсы, иә. Экранға назар аударайықшы, мен жарнамаға дейін жаңа бір суретті көрсетемін деп айтқан едім. Ойба. Осы суреттерді көрермендер жіберіп жатыр ғой. Қаншалықты орынды деп. Мирастың жұбы бар. Неге Ұлжалғас өшірмейді дегендей. Осы ғана. Бұл жерде Мирастың еш қатысы жоқ, бірақ бәрібірде бұл сурет 28-ші тамыз күні жүктелген екен, мен білімше, иә. Одан бері 3 ай өтті, мәселен. Ұлжалғас, жаңа өзің айтып өттің. Егер де қызы болса, мен сол суретті өшіруге дайынмын деп, иә. Бірақ мына бір әдемі сурет әлі тұр. Иә, ол жерде жалғыз Мирас емес, басқа да үміткерлермен түскен суреттерім бар. Мен негізі ақтармаппын, қарамаппын бар ғой. Сіздер шығарғаннан кейін мен енді қарап отырмын. Жоқ, бізге көрермендер жіберіп жатыр. Иә, көрермендер қараған шығар, былай мен актуальный, былай полный бәрін қарап шыққан жоқ, мен қазір қарап та жүрген жоқпын. Қараймын, бірақ тек постқа қараймын. Негізі былай эфирден шыққан екен өшіруге болады Мирасты. Мен ұмыт кеткенмін негізіне. Ол жерде білік те бар, білікпен кездесуге барған кездегілер, Бекамен де барған кездегі кездесулер де бар. Ол жерде ешқандай Мирас қана көтеріп ана жерде аңдап тұрған жоқ, иә. Енді көрерменнің наразылығы, Ұлжалғас, Мираспен бота үйленуге қадам басып келе жатыр ғой негізі, иә, былайша айтқан кезде. Иә, өшіріп тастаймын, иә, есіме салғандарыңызға көп рахмет. Көрермендерге айтам. Жақсы, ешқандай наразылығым жоқ, иә? Болды, түсінгенім.